Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге киндер тортының жасау рецептін көрсететін боламын. Киндер делис тәттісін барлығы жақсы көретінін білеміз. Балалар да, үлкен кісілер де сүйіп жейді. Дәл сондай болып шығады. Жұмсақ, ортасында суфле кремі, ал корждары өте нәзік және де шоколадты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге және сіздің балаларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Дүкеннен сатып алғаннан гөрі үйден жасаған абзалырақ. Қамырды жасау үшін ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ұзақ араластыру міндетті, шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы болып көтеріледі. Оның үстіне сұйық май құямыз және де сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Шамамен 30 секундтай тағы да миксермен араластырамыз. Менде мұнда електің ішінде ұн, какао және де қопсытқыш. Осы 3 құрғақ ингредиентті елекке салып, біздің қамырымызға саламыз. Тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Біздің ұнымыз, құрғақ ингредиенттеріміз қатты шашырамас үшін алдымен миксермен осылай араластырып аламыз да, кейін миксерді қосып, жақсылап миксерлейміз. Қатты ұзақ араластырмаңыздар, өйткені бізде ортасында қопсытқыш бар. Ұзақ араластырса, оның көтерілмей қалуы мүмкін біздің қамырымыз. Сол себептен де 1 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Біз қамырымызды противенге пісіреміз. Менде противеннің ұзындығы 30 см, негізі барлық пештерде противеннің размері, яғни формасы стандартты болып келеді. Мен үстіне тефлонды коврикті төседім. Пергамент қағазында төсеуге болады. Мен 2 данасын төседім, өйткені менде ол қысқа болып келді. Сол себептен 2 данасын төседім. Енді осының үстіне біздің дайын қамырды құямыз. Қамырды қасықпен немесе осылай силиконды күрекшемен жақсылап жаямыз. Өйткені бір жері қалың, бір жері жұқа болып піспес үшін бірдей қылып жаю керек. Және де квадратты болып шығуы тиіс. Сол себептен де бұған кішкене ұзақтау уақыт кетуі мүмкін. Силиконды күрекше сіздерге көмекке келеді. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Шамамен 15 минуттай пісіреміз. Менде тіпті 10 минутта пісті. Бұл сіздің пешіңізге байланысты. Кейбір пештер тез пісіреді, кейбір пештер ұзақ пісіреді. Жақсылап тегістеп алыңыздар ең алдымен, содан соң пешке саламыз. Менде 10 минут пісті деп айттым. Міне қараңыздар, осындай болып шықты, жұмсақ, кішкене қазір ыстық болып тұр. 3 минуттай суытып аламыз. Әзірше осы желатинмен суды араластырып қойыңыздар. Кесеге, қандай да бір ыдысқа араластырып қоямыз. Ол желатин 15 минуттай тұру керек. Өзі ісейді, осылай ісіген кезде осындай қалыпқа енеді. 15 минуттан соң біз оны водяной баняға, яғни су моншасына саламыз. Кішкене ерітеміз. Су қатты ыстық болып тұрмау керек. Әзірше еріп жатырғанша біздің желатиніміз осы 5 минут суыған қамырды аламыз, пергамент қағазынан босатамыз және де түп-түзу қылып қазір біз кесетін боламыз. Өйткені біздің киндер тортымыз әдемі болып шығу үшін барлық жақтары тепе-тең, симметриялы, әдемі болып кесілуі керек. Ең бастысы желатинді еріту, бірақ қайнатуға болмайды, соны ұмыт кетпеңіздер. Менің коржының ұзындығы 30 см, мен оны тең ортасынан бөлем, яғни 15 см қылып бөлетін болам. Осылай арнайы сызғышпен, қандай да бір құрылғымен бөлсеңіздер жақсы, ал егер еш нәрсесіз қолмен өзім пышақпен кесемін десеңіздер, ол қисық болып шығады. Сол себептен де ерінбей осылай сызғышпен кескендеріңіз дұрыс. Енді екі жақтарын, қалған жақтарында түзу қылып шамалап кесіп шығам. Сол кезде біздің тортымыз өте әдемі болып шығады. Егер су моншасындағы желатиніміз еріген болса, оттың астын өшіріп қойсаңыздар болады. Сол су моншасында әлі де тұра берсін. Кейін қазір біз оны кремге қосатын боламыз.
әзірше біздің коржымызды түзеулеп алуымыз қажет. Мінекей біздің екі коржымыз әп-әдемі болып шықты. Тептен, түп-түзу. Қараңыздар, мен сіздерге корж қандай жұмсақ болып шығатынын көрсеткім келеді. Бұл жаңа қалған корждардан қандай да бір басқа жаңағы заттарға қосып жасасаңыздар болады. Енді крем жасаймыз. Бізде крем үшін 33-35% арасындағы кілегей болу керек. Ол кілегей міндетті түрде салқын болу керек, яғни бір күн бойы тоңазытқышта тұрған болу керек. Енді жақсылап миксермен араластырамыз. Ең алдымен жай жылдамдығынан бастаймыз, кейін жайлап әрбір минут сайын жылдамдығын көтереміз. Егер жаңағы біздің кілегейіміз ұзақ араластырылып жатырса, ол сіздің бір жағынан миксеріңізге де байланысты. Менің бұрынғы миксерімде 7 минутта араласатын, қазір кейде 5 минут жаңағы қоюланып шыға келеді. Сол себептен де барлығы сіздің сливкиіңізға да, сіздің қолданып жатырған техникаңызға да байланысты. Кішкене қоюлана бастаған кезде біз қант ұнтағын саламыз. Мен қант ұнтағын қазір сатып алмаймын. Өзім арнайы миксер сияқты блендерде қантты еземін. Сол кезде менде осындай қант шығады. Кейін оны бөлек ыдыста сақтаймын. Қант ұнтағын салған соң тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің кілегей шашырамас үшін арнайы осындай қақпақты қолдануға болады. Біздің кілегейіміз қоюланды, кішкене ғана қоюланды. Енді осының үстіне творожный сыр саламыз, яғни қазақша сүзбелі ірімшік. Соны салып, тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Кілегей өзінің формасын ұстаған уақытта біздің креміміз дайын деп айтуға болады. Енді жаңағы желатинді аламыз, еріген желатин. Менде әлі де ыстық болып тұр. Соны жайлап біз осылай құятын боламыз. Бірден араластырамыз. Желатинді құйған кезде бірден араластыру керек. Өйткені ол жаңағы біздің креміміз тез суиды. Суыған кезде ол тезірек суфлеге айналады. Сол себептен де миксермен тезірек араластырып, тезірек осы тортқа жағып тастау керек. Егер ұзақ уақыт өткізетін болсаңыздар, кремді осылай қалдырып кететін болсаңыздар, онда біздің креміміз бірден суфлеге айналып кетеді осы ыдыстың ішінде. Сол себептен де кремін жасаған соң бірден тортқа жағып тастау керек. Тортқа жаққан уақытта кондитерлік қапшық көмекке келеді. Егер ондай болмаса, әрине қасықпен жаға беруге болады. Бірақ қараңыздар, видеода көрсетілгендей осылай жақсаңыздар, әрине біздің тортымыз әп-әдемі түп-түзу болып шығады. Коржға барлық кремді салдық. Енді жағын жақсылап түзеулейтін боламыз. Видеода көрсетілгенде осылай силиконды күрекшенің көмегімен осылай түзеулеуге болады. Байқасаңыздар, біздің креміміз суфлеге айналды.
өзінің формасын ұстап тұр. Біздің тортымыз дайын. Кішкене тоңазытқышқа салып қойған дұрыс. Шамамен 30 минутқа немесе 1 сағатқа суфлеміз одан сайын қатып, одан сайын дәмді болады. Әдемілік ретінде осылай кесіп қойсаңыздар да болады. Қазір мен сіздерге ортасын көрсеткім келеді, қалай болып шыққандығын. Қараңыздар, кескен кезде біздің креміміз жаңағыдай жан-жағына шығып, ағып кетіп жатырған жоқ. Өйткені бұл кәдімгі суфлеге айналды. Қараңыздар, осындай керемет болып шықты. Бірге қазір дәмін көретін боламыз. Дәмі сөз жоқ, керемет болып шықты. Әсіресе менің қызыма қатты ұнады. Дүкеннен сатып алмай, осылай үйден жасап көріңіздер, және де көп уақытта алмайды. Менде шамамен 30 минутта жасалды. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де лайк қойып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.